Сәлем достар, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз сіздермен бірге қызылша қосылған ең оңай әрі дәмді салат дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 орташа қызылша, 100 грамм мейіз және 50 грамм қаймақ қажет. Алдымен қызылшамызды үккіштен өткізіп аламыз. Қызылшамыздың үстіне мейізді, қаймақты қосып жақсылап араластырамыз. Бұл салаттың дәмі тәтті болғандықтан тұз ешқандай дәмдеуіш қоспайсыздар. Осымен біздің салатымыз дайын. Сіздерге ас болсын. Менімен бірге дайындап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.